Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай сосиски тесте жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, егер жасап жатсаңыздар комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар ең алдымен суымызды осылай құйып, үстінен тұзымызды салатын боламыз. Оған қаймағымыз бен майонезімізді араластырып, сүт құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де ұнымызды салып, мен қоспалардың барлығын грамдармен описанияға жазып кететін боламын. Соны скриндап алып жасасаңыздар болады. Осылай ашытқымызды үстіне сеуіп, қамырымызды илейтін боламыз. Қамыры қаттылау болмауы қажет, жұмсақтау болса жақсы шығатын болады. Мінекей осындай қамыр илеп қойдым. Енді осыны 1-2 сағатқа қалдырамыз. 1-2 сағаттан кейін осындай болып әдемі болып көтерілді. Енді бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп болып тағы да біраз уақытқа қалдырамыз. Және де оны жайып, сосискамызды орайтын боламыз. Достар, егер сіздер бұны қуырам десеңіздер де, немесе мен сияқты пешке салып пісірем десеңіздер де өз еріктеріңізде. Міндетті түрде пешке салсаңыздар осылай жұмыртқаның сарысын жағып алып пісіретін боламыз. Егер осылай қуырсаңыздар да әдемі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Пеште пісіріп алған соң нәтижесінде бізде осындай керемет болып шықты.